Ұзын бойлы, көзілдірікті кісі өзінің сабырлы тәкаппар кейпімен, сардыкір тартқан жас шамасына қарамай, жеңілдек асығыстықпен есікті лақтырып ашып ішке кірді. Эдуард Бейкер мырзаның операциясы бітіп кетті ме? Деді басқа елдік акцентпен, ентіге сөйлеп. Содан кейін, зиялы адамдарға тән инабатты, жөн жобаны бұзып алғаннан өкінгендей, ғафу өтінем, деді қолын кеудесіне апарып. Сәлемәтсіз ба? Швейцар шал талай шетелдік қонақтарды өз қолымен қабылдаған. Шен шекпенді көп көрген оның үстіне аса лауазымды мекеменің қызметшісі болғандықтан түк абдырамай, сырттан балаша жүгіріп енудің әбестік екенін көзімен білдіріп әлі ырғалып тұрған айналмалы әйнек есікке безбүйректене біраз қарады. Бітіп кетті, деді содан кейін. Әрине бітіп кетті. Кеш қалдыңыз. Енді мырза ешкімді де қабылдамайды. Өзіңіз ойлаңызшы. 4 сағаттық операциядан соң дұрыстап бір тынығу қажет қой. Солай емес пе? Жоқ, өзіңіз айтыңызшы, солай емес пе? Осыны ол тап Бейкер мырза емес, өзі тынығатындай аса бір кейістікпен айтты. Ендеше мынаны білгім келеді. Ол кісі қазір осында ма, жоқ үйінде ме? Швейцарға бұл сұрақ ұнамады. Қабылдамайтын болған соң бәрібір емес пе, деді қабағын шытып. Бірақ осы тұста өзінің тым артық кеткенін сезе қойды ма? Дегенмен сізге қажет болып тұрса, айтуға болады. Ол кісі кабинетінде деп түсін жылытты. Бейтаныс кісі қалтасынан сигарет алып тартсам ба, тартпасам ба дегендей, саусағының арасында жүгіріп ұзақ тұрды. Асығыс болмасаңыз күтуіңізге болады. Шығып қалар, тегі қателеспесем. Ғафу өтінем, французсыз ба, деді швейцар әңгіме туып кетер деген үмітпен. Өйткені ол таңертеңнен кешке дейін жалғыз отыратын да, зергіп сөйлесетін адам іздейтін. Италияданмын, деді шетелдік кісі сұраққа мән бермей. Сонда қанша күтер екем? 20 минут, деді швейцар да бұл сұраққа мән бермей. Бейкер мырзада істегеніме қазір аттай 5 жыл. Шетелдіктерді түсінен ажыратуға машықтанып алғам. Сол әдетпен жобалап едім. Сәл-пәл қателескен екем. Кешіріңіз, иә. Оқай емес, отыруға бола ма? О, әрине мырза, отырыңыз, отырыңыз. Швейцар серік табылғанына қуанып кеткендей, қалтасынан қоңыр шыт орамалын алып, айқынырақ көру үшін жіппен байлап, құрастырылған ескі көзілдірігін әйнегін қыса бастады. Сіз бәлкім естіген шығарсыз, операция қалай аяқталды екен, деді әңгімені өзі бастап. Қалай аяқталушы еді? Деді швейцар, осынау жер-жердің бәрін шулатып жатқан олы оқиғаға бой үйренген. Бейтарап пішінмен әдеттегідей өте сәтті аяқталды. Несін айтасыз, Бейкер мырза? Топырақтан адам жаратқан жоқ. Қалғанның бәрін жасап жатыр емес пе? Керемет қой, керемет швейцар. Сол кереметке өзінің де қатысы бардай мүжілген ескі тістерін көрсетіп, мақтанышпен ыржия күлді. Бірақ ол мұнымен тоқтап қалмады. Өйткені бұл тақырып оның ең жақсы білетін негізгі тақырыбы еді. Сондықтан, мәселен, деді сөзін жалғап, мәселен мен өзім өткен күздегі операцияның куәсі болдым. Жер-жерден дәрігер дегендердің қаптап кетті. Киноға түсіретіндей сыймай кеткен соң маған енді ешкім босатпа деп тапсырған. Есікті бекіттім деп, бер жағынан мен де бардым. Барған соң құлақ салып тыңдаймын ғой баяғы. Түрлі сөз науқастың өмірін сақтап қалуға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Ақылға сыймайды десті біреулер. Біреулер тіпті өлетінін доктор Бейкердің өзі де біледі. Операцияны әшейін реклама үшін жасап жатыр десті. Ақыры не болды? Өзінің оқыған шығарсыз. Операция сәтті шықты. Ол үшін уақыттан ұту керек екен. Эдуард Бейкер 11 сағаттық операцияны 4-ақ сағатта аяқтаған. Феномен медицинадағы феномен.
Моргтен неше адамды тірілткенін естіп пе едіңіз? Инфаркттан өлген адамды 30 минут ішінде жеткізсе құтқаруға болады, дейді доктор Бейкер. Ол пікірді шындығында мен де қолдаймын. Себебі мен өзім де медик болдым ғой. Рас, тастап кеттім, күн көріс тіршілік. Швейцар әңгімені өзіне қарай сәтті бұрып алғаннан кейін өзі туралы да рақаттана баяндағысы келіп бір тұрды да, алдында тұрған адамның шет елдік екенін, оған мұның өмір баянының түкке де қажеті жоқ екенін ықылассыз мойындап мүдіріп қалды. Төніп келген ажалдан кімді құтқармады бұл? Шын мәнінде медицина тәңірісі ғой, осындай бір мақсатына жеткен армансыз адам болатын болуы керек дүниеде. Доктордың бала шағасы бар шығар, деді шет елдік кісі оның сөзін бөліп. Баласы жоқ, әйелі де жоқ, неге екенін бір тәңірім білсін. Ғылымға беріліп кеткен деп біреулер айтады. Ұлты кім? Тегі, соны ешкім білмейді, әр түрлі әңгіме бар. Араб деп айтады, еврей екен деп те айтады. Кім білген, өзінің де медицина жағынан шығарсыз. Жоқ, журналистпін. Солай ма? Еді. Сіз маған мынаны айтыңызшы, журналист мырза. Доктор Бейкер адам жасын ұзартатын дәрі жасап жатқан көрінеді. Сонда біз қайда барамыз? Ауру өлмейді, кәрі өлмейді. Жер бетінде қалай сиямыз, Адамдардың жер бетіне симай қалатыны Швейцарға бір түрлі қызық боп көрінді де, жөтелген секілді бұлығып күліп көзінің астымен журналистке сығырая қарады. Әзіл журналистке әсер еткен жоқ. Швейцарияға суретке қарағандай тесіле қадалып ойланып қалды. Доктор келе жатыр деп сыбырлады швейцар коридор түпкірінен. Дыбырлай сөйлескен бір топ адамды көрсетіп. Ортадағысы доктор Бейкер, оның оң жағында академик Клейман, сол жақ шеттегі доктор Холл, жалпақ күңгірт көзілдірік киген ұзын бойлы, ерекше тіптік Бейкер бейтаныс қонаққа жақындап келіп, «Сіз мені күтіп тұрсыз ба?» деді тәкаппарлықтан туатын батыл үнмен. «Дәл солай, доктор Бейкер. Операцияңызға үлгере алмадым». «Қайдансыз?» «Италиядан келдім. Ливино Палеттели журналистпін». «Қуаныштымын. Не қалайсыз?» «Доктор Бейкер, мен сізді операция столының жанында көрмек боп келбем. Әлбетте шешенді мінбеден көрген абзал ғой, доктор Бейкер». «Әрине ғой», дегендей басын изеді. Бірақ ол тілегім орындалмады. Ендігі тілегім қабыл көрсеңіз, сізбен тілдесу. Рұқсат етіңіз, доктор Бейкер, сізбен жолығысудың мен үшін қаншалықты қуаныш екенін айтып жатудың қажеті болмас. Доктор Бейкер мұндай сөздің талайын естігем дегендей, паркет еденге қарап тағы басын изеді. Журналистердің көп мазалайтыны рас. Оның үстіне қазір менің тынығатын уақытым. Доктор журналистің бетіне сынай қарады да, ұнатқан пішінмен, «Егер тым ауыр сұрақтар қойып қинамасаңыз», деді балаға жымиғандай жымиып, «бір сағат уақытымды үйдегі кабинетімде сізбен әңгімелесіп өткізуге ризамын». Журналист мұндай бақытты тіпті күтпеген екен. Дей берді қайталап. Сізге үлкен рахмет, доктор Бейкер. Сыртқа шыққан соң доктор жанындағылармен қол алысып қоштасты да, журналистке бұрылып машинаны иегімен көрсетті. «Отырыңыз». Доктор жол бойы тіс жарып үн қатпады. Тіпті машинадан түсіп, жақтаулары алтындай жарқыраған сұр басқышпен жоғары өрлеп, кең коридор бойында алжапқыш байлаған қызметші әйелдердің кейбірімен амандасып, қаңқа сүйекке қан тамырлары адырайған жалаңаш мүсіндерге толы бірнеше бөлмелі зәулім кабинетке енгенде де үн қатпады. Терезесі күншығысқа қараған түпкі бөлмеге кіргенде барып, «Сеньор Палеттелин, отырыңыз», деді креслоны нұсқап. Журналист осынша байлық пен сән салтанаттың ғылым адамына қанша қажетті болғанын түсінбей, қабырғадағы алтын рамаларға
салынған Рубенстің арыстан аулауы мен Брюловтың Помпейдің ақырғы күніне тағы басқа толып жатқан портреттерге, сувенирлерге, асыл тастар мен әшекейленген парсы кілемдеріне доктор Бейкердің мәрмәр тұғыр үстіндегі от сәулесіндей жарқыраған алтын бюстіне таңырқай қарады. Шамасы сыйлықтар тұратын бөлме болды ғой деп ойлады ішінен. Доктор Бейкер креслоға шалқая отырып, галстугын кеңейтті. «Сеньор Палетелли», дей берді де, әлдене есіне түскендей тоқтай тұрыңызшы деді ойланып. «Сіз осы ЮНЕСКО-ға жазып тұратын Ливино Палетелли емессіз бе?» «Дұрыс айтасыз, соның өзімін». «Иә, сіздің саяси тақырыпқа жазған бірнеше мақалаңызды көргенмін». «Рас, толық оқып шығуға мүмкіншілік болған жоқ. Дәлірек айтсам, уақытым болмады. Уақыт дегеніңіз алтыннан қымбат болып тұрған заман ғой қазір. Ал енді құлағым сізде. Доктор, сіздің медицина саласында ұлы жеңістеріңіз сізге дейінгі тарихтағы ғылымдардың ешбірінде болып көрген жоқ. Осы бір әлдеқашан мойындалған ақиқатта әркім өзінше дәлелдейді. Біреулер сіздің басыңызға қонған ерекше бақыт десе, біреулер уақыт тудырған құбылыс деп қарайды. Енді біреулер дәлелдеуге сыймайтын мистицизмге тірейді. Мұның бәрі де сайып келгенде бірыңғай бір жақты пікірлер деп ойлаймын дегенмен, осы жайында өзіңіз не айтар едіңіз? Тегін адамның өзі жайлы сөйлегеннен қиын нәрсе жоқ. Әлгі айтылған бір жақты пікірлер жайлы да ештеңе айтқым келмейді, деді доктор, солқылдақ креслода тербелген күйі асықпай сигарын тұтатып. Шындығында белгілі бір құбылыстың бір ғана себебі болуы мүмкін емес. Тарихи себеп, әлеуметтік себеп, биологиялық себеп, физикалық себеп, философиялық себеп, тағы сол сияқты дегендей толып жатыр. Ал творчество адамын биікке шырқататын құдіретті күштер, білім, еңбек, ерік, күш және интуиция. Олы жаңалықтарда осының ең соңғысы басым болады. Ал маған келетін болсақ, менің творчестволық методымды бір ғана өзгешелік бар, ол шектелу, яғни қалай деп айтсам екен, өз бойындағы барлық күш-қуатыңды бір нүктеге қадау. Медицинада мыңдаған нүкте бар, мен қалған нүктелерге көңіл аудармаймын. Сіз сенесіз бе, деді кенет доктор күлімсіреп. Мен медицинаның кейбір қарапайым мәселелерінен түк сезбеймін. Иә, бір өтірігі жоқ. Есесіне мен маңызды нүктелерді жақсы айырамын. Сондықтан да осы уақытқа дейін менің алдымнан о дүниеге аттанған ешкім жоқ. Азаматтық борыш пен ғылыми мақсат жайлы не айтасыз? Бұл екеуінің арасында қайшылық бар дегенге мен түсінбеймін. Борышым жалпы адамзат мүддесіне қызмет ету. Сондықтан да менің объектілерім бұған дейін медицина берілмей келген ең басты қатерлі кеселдер менімен 10 жыл бойына жекпе-жекке түскен сол дертке барша адамзат дауа күткелі қай заман. Альберт Нобель бәйге тіккеннен бері де осы дертке шипа іздеп басын байлаған қанша ғылым өтті, қанша уақыт өтті, қаншама ұлы адам құрбан болды. Бірақ мен жүрексінгенім жоқ. Жауласпаққа дәл осы қатерлі дертті ақиқат ажалды таңдап алдым. Гетте шал айтқандай, орындалған ұсақ мақсат орындалмаса да биік мақсат артық қой қашанда. Ақыры мен жеңдім. Мақсатыма жеттім, рас. Доктор аузына дәмсіз бірдеңе түсіп кеткендей бетін тыжырайтып үндемей қалды да, рас деді де, тағы да адамзаттың бір маған тіреліп тұрған ештемесі жоқ. Мен болғаннан ештеңесі әдіре қалып құрмас та еді. Сөйтсе де доктор Бейкер сөзін аяқтаған жоқ. Сигарын сорып отыра берді. Журналист доктордың қызыл күрең ашаң жүзіне қарап отырып, швейцар шалдың араб дейді, еврей деп біреу айтады деген сөзін есіне түсірді. Доктор Бейкер креслосын тағы да тербеп жіберді де, сосын не айтуға болады, деді қолын жайып. Мақала жазсаңыз осыларды толықтырып бірдеңе дей саларсыз.
Сізге тағы бір сұрақ. Өз мемлекетіңіздің өзге халықтармен қарым-қатынаста ұстап отырған саясатына қалай қарайсыз? Сеньор Палетели, деді доктор қатқыл үнмен. Мен саясатпен айналыспаймын. Журналист төмен қарап, үндемей қалды. Саясат Оппенгеймердің даңқына зиянын тигізген жоқ қой, деді ақырын ғана. Ал сіз маған Оппенгеймердің саяси қайраткерлігінен адамзатқа тиген игілікті айтып беріңізші. Иә, айтып беріңізші, ол бөгемек болған зұлымдықтың дәмін халық бәрі бір татты. Нәтиже бермеген әрекеттің бәрі әурешілік деп қана аталады. Тарихтың өз заңы, өз стихиясы бар. Оның бұзуға сіз бен біздің шамамыз жетпейді. Тіршіліктің даму заңы үнемі адамдардың пайдасына шешілетін шығынсыз сәттіліктен ғана тұрса деп тілеудің өзі қандай аңқаулық. Десеңізші, тарихтың мына тұсында бәленше бүйтіп қателеспегенде жағдай басқаша болатын еді-ау деп, алғашқы дәуірдегі динозаврлар табиғат кенет суытып кетпегенде құрып кетпей тірі қалатын еді деген секілді қиял ғой. Болмаса сол мұз дәуірінің басталуының өзі белгілі бір қажеттіліктен туып отырған табиғи жайт емес пе? Доктор сағатына қарады да, қарсы болмасаңыз осымен әңгімемізді доғарайық, деді. Менімен бір партия шахмат ойнауға қалайсыз? Ол осыны айтып өзіне ешкім қарсы келіп көрмеген. Дағдымен жауап күтпей, кнопканы басып шахмат әкеп тігуге қызметшісін шақырды. Доктордың тастан қашалған, әлпеттей жадырап, түнеріп құбылыс білдірмейтін, бедірейген көсе жүзі мен қатқыл жанары, пенде баласына оғаштау өктем мінезі, ақырында ақы адал еңбекпен емес, әлде қалай құпия қарақшылықпен қолға түскен, қисапсыз қазынаға ұқсас бір адам бойына сыйғызуға келмейтін ғылыми табыстар, өңкей бір сәттілік, осының бәрі ұғымды ауырлатып, әлде бір ақылдан тысым күш түсініксіздікке әкеп тірейтін. Журналист өзінің болашақ мақаласында доктордың характерін ашу үшін осы түсініксіздік пен қаталдықты негізгі штрих етіп алсам деп жарап жатыр-ау деп ойлады. Содан кейін ұсақ детальдар үшін қажет болар деп үй ішіндегі бұйымдарды, олардың орналасу тәртібін мұқият қайта қарап шықты. Жүріңіз, деді доктор, корольдің алдындағы пешкасын 2 орынға жылжытып. Журналисті пешкасын 2 орынға жылжытты. Доктор F2 хай F4-ке жүргенде, журналист D7 хай D5-ке жылжытты. Одан кейін бір пешкасын құрбан етіп, S15-ті тағы ілгері басты. Деді доктор ойнақы көңілді үнмен. Фалкбердің контрактбент өте жақсы. Доктор Бейкердің шахматы сөйлеп отырып ойнайтын әдеті бар екен. Тегінде ұтуды мақсат қылмайтын секілді. Сол әдетімен, сеньор Палетели, деді бір тұста, шанышқысымен дәмді бірдеңені түйреп алғысы келіп отырған адамдай, ферзасын бұлғақтатып, Құдай үшін бірдеңе айта отырыңыз, дүние жүзінің чемпиондығына таласып отырмаған болармыз. Сеньор Палетели күліп жіберді. Оныңыз рас, бірақ не айтқанды қалайсыз? Өте жақсы, біз онда былай қорғанайық, деді доктор. Сіз S3-ке қойып, дүниеде не болып жатқан жаңалықтарды көп білесіздер, көп көресіздер, соның бәрі әңгіме. Оныңыз рас, деді журналист, тағы да мен өте көп жүремін. Әртүрлі оқиғаларға кезігем, бірақ оның бәрі сізге ұнамауы мүмкін. Ештеме етпейді. Доктор ферзасын корольдің алдына жүрді. Ұнамауы мүмкін, деді журналист сөзінің аяғын қайталап. Соны айтты да атын пешканың алдына шығарды. Себебі менің саяхат сайын көріп қайтатындарымның бәрі көңіл жабырқататын аянышты уақиғалар. Солай ма? Иә, доктор, дәл солай. Доктор Бейкер қарқылдап күліп жіберді де, оң қанаттан
рокировка жасады. Қайтеміз енді, анда-санда жабығып алған да дұрыс шығар. Табиғат берген құбылыстың бәрін адам баласы аңсауға тиісті. Мейлі ол қуаныш болсын, мейлі уайым болсын, өйткені адам үшін ең жаманы зерігу. Зерігуден басқаның бәрі салыстырмалы түрде айтқанда түгел жақсы. Сонымен сізге көңіл жабықтыратын әңгіме керек қой. Доктор ұзақ ойланып отырып қалды да кенет қуанып кетті. Шах деді. Иә, көңіл жабықтыратын бір әңгіме айтыңыз. Журналист корольдің алдын пілмен бекітті. Біздер үшін ел аралаудың ең алдымен саяси мәні қымбат. Әртүрлі халықтардың тарихымен, әлеуметтік жағдайымен, дәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен танысамыз. Соңғы сапардан жинаған материалдарымды жинақтап отырып, мен жақында мынандай бір пікірге келдім. Жалпы болашақ атаулы бәрімізге бірдей, және бірдей қажет десек те, жеке адамдардың тілек мақсаты, мұң-мұқтажы бір-біріне ұқсамайды ғой. Айталық біреу аш, екіншісі жалаңаш, үшіншісі ауру. Аш адамға тамақ керек, жалаңашқа киім, ал ауруға тек дәрі керек. Олардың қажеттерін шатастырып үлгерістіруге болмайды. Халықтар да сол сияқты біреуінің мұқтажы, біреуінің игілік боп жармайды. Әлгі өзіміз баспа беттерінде цивилизацияны ту етіп, адамзат мүддесі деп даурығып жүргеніміз үстемдік құрып отырған 4-5 ұлы халықтың ғана мұқтажы тәрізді. Сіз жүрмей қойдыңыз ғой. Кешіріңіз, журналист бір сәт шахмат тақтасына ақтарыла қарады да, қолайлы ештеңе таппағандай, шеткі пешканы ысыра салды. Болмаса мемлекеттер өмірінің негізгі жүгінер экономика емес, мораль болатын көз жетті емес пе? Айтыңызшы, Шах, деді доктор. Әлбетте солай болуға тиісті, деді журналист корольді асығыс атпен жаба салып. Бірақ іс жүзінде олай емес. Бір халықтың ар намысынан $1 ықпалы күшті. Біздер халық үшін деп әуелі тамаша бір идеяларды тауып аламыз да, артынан сол идея үшін халықтың өзін құрбан еткіміз келеді. Мұның бәрі рас болуы мүмкін, бірақ сіз айтқандай көңіл жабықтыратындай аянышты әңгіме емес. Рас, деді журналист келісіп. Аянышты халді мен тек соңында көрдім. Тіпті соғу ойымда жоқ еді. Аяқ асты шешілді. Біз түнгі сағат 5-те келдік. Одан тағы да самолетке отырып 3 сағат ұштық. Мен осы ғұмырымның ішінде мұндай керемет табиғат көркін кездестірген емеспін. Жер беті көз тұнған көк жасыл бірдеңе, сан салаға бөлінген өзендер, дененің құжынаған қан тамырындай 100 тарам болып айқасып жатыр. Енді оны тілмен айтып. Сіз осы қай жерді айтып отырсыз? Журналист сонда мен бағанадан не айтып отырғанмын дегендей докторға көзілдірігін алып таңырқай қарады. Амазонка ғой, Бразилияға барғанымды айтам. Доктордың көзілдірік жақтауынан асып тұрған биік қабағы дірете қалды. Айта беріңіз. Бір Ниамбикура тайпасының территориясына қондық. Олардың біразы сондағы американдық миссионерге жалданып жұмыс істейді екен. Мынаны қараңызшы, миссионерге Нью-Йорктан немере інісі келген. Жолай суық тиіп тұмау болыпты. Соның әкелген тұмауынан бір күнде 50 индеец өлген. Менің балаларымның ыстығы көтерілсе, бүкіл тайпаның қыл үстінде тұрғаны дейді миссионер. Индейцтер үшін тұмау ең қауіпті жұқ. Аурулармен бірдей көрінеді. Мен сол арада тұратын дәрігер жігіттің көмегімен Мату-Гроссу штатындағы бірнеше тайпаның мекенін араладым. Индейцтер отанын қазір жасыл тозақ деп атайды. Бірақ Амазонканы тозаққа айналдырған ұлы жыландар мен ауру тарататын масалар емес. Түпсіз құрдым. Батпақтар мен ажал көлдері де емес. Адам жегіш балықтар мен каймандар да емес. Кәдімгі цивилизация мен мәдениет апармақ болған ақ ниетті ақ адамдар,
Мына сіздің. Деді доктор тағы да, естімей қалғандай. Мен алғашқыда жергілікті тайпалардың этнографиясын, әдет ғұрпы, салт жораларын туралы жазба стилінде көлемді мақала жазбақ болғам. Бірақ мен кеш қалыппын. Тайпалардың көбісі жер бетінде мүлде құрып кеткен. Мәселен, Арипуанан өзенінің бойындағы цинталарға тайпасын пулеметпен қырыпты. Кейін самолетпен жүріп тексергенде бірде-бір индейцтің тірі қалмағаны айқындалған. Әрине, оның бәрін жасап отырған сол жердегі каучук фабрикасының қожасы. Оның қаралуынан 5 бандитті $8,000 жалдаған да айқындалған. Бірақ бұл қылмысты айыптауға ешкімнің шамасы жетпейді. Өйткені ол жоғарғы үкімет орындарымен байланысып жатқан құпия әрекет. Ал Тапаюна тайпасына не істеген дейсіз ғой? Тапаюнаға мышақ қосылған бірнеше жәшік қант сыйлаған. Кейбір деревняларда, лашықтарда кіріп семья бас сайын үлестіріпті. Бір жетінің ішінде Тапаюнада жоқ болған, содан кейін кезек Паташаға келген. Деревняға жалған дәрігерлер келіп, әр адамға 2-2-ден укол салған. Шприцтің ішінде кісі өлтіретін шешек вакцинасы бар. Паташо шешектен өлді деп жазыпты. Кейін кейбір этнографтар бәрі рас, Паташо індеттен қырылды. Бірақ індет қолдан жасалды ғой, нәсіл құрып барады. Ақ адамдар джунгли ішінде ең соңғы индейстердің аулап жүр. Деді доктор Бейкер 3-ші рет қайталап. Сөйтті де қолы қалтырап ұстап тұрған атын тақтаға қарамастан жылжыта салды. Доктор, ат бұл араға келе алмайды ғой. Не? Кешіріңіз, мен тіпті қате жүріппін ғой. Доктор атты 2-ші рет жүрді. Бұл араға да келе алмайды. Доктор Бейкер есінен жаңылған адамша, не істерін білмей шахмат тақтасына мелшие өңіліп отырып қалды. Журналист докторға таңырқай қарады да, бәлкім мұнда жүргіңіз келген болар деп қолынан атты алып F4-ке қойды. Рахмет, сеньор Палетели, мен дәл сол жерге жүргім келген. Айта беріңіз, қазір ғалымдар тек өлген тайпалардың этнографиясын жазуда, тек естігендерін жазуда, әрине, өйткені растайтын бірде-бір куә жоқ. Жақында тағы бір Араку тайпасының құрып кеткені айқындалды. Немене, деді шүбіректей боп-боз болған доктор орнынан тұра беріп. Журналист докторға үрейлене қарады. Араку тайпасы, сосын, деді доктор қырылдап. Араку тайпасынан да бірде-бір адам қалмаған. Неден қырылғаны белгісіз, мекен жайларын қаңырап бос қалды деп жазды. Доктор соқыр адамша креслоның жақтауларын сипалап бір түрлі меңіреуленген күйі қайта отырды. Сонда олардың жазығы не, деді журналист әңгімесін сабақтап. Бразилия орманында жаратылып өсіп өнгендігі ме, әлде қисапсыз байлығы ма? Иә, дәл солай. Бұл күнде жердің кеңдігі мен байлығы да халықтың сорына айналған. Болмаса 17-ші ғасырда темірден зат жасап, мәдениет құрған пастерге дейін жыланның уына ем ойлап тапқан, Европаға картоп пен помидор егуді, қызыл бұрыш пен темекі егуді үйреткен 2 миллион индейцтен бірнеше жүзі қалғанына кім жауап береді? Ғалымдардың айтуынша енді 10 жылдан кейін бірде-бір индейц қалмайды. Қалса тек зоопаркке қоюға бірді-екісі қалуы мүмкін. Менімен айтысқан бір миссионер олар қолдарына түскен тұтқындарын жейтін көрінеді ғой деп жазғырады. Бүкіл Бразилияда адам етін жейтін бірде-бір тайпа жоқ. Ол дәлелдеуді қажет етпейді. Аксиома сонда шын мәнінде адам жегіштер кімдер болып шықты? Журналист қалтасынан сигарет алып тұтатты да, көкшіл түтін арасынан сығырайып, кінәлаған адамдай докторға қарады. Мен осылардың бәрін құлағыммен естіп, көзіммен көрдім. Көрдім де, бұл бүкіл адамзаттың арына басылған өшпес қарадақ деп түсіндім. Біз жұмсақ диванда жатып, қосыла алмаған екі жас туралы романдар оқып немесе фильмдер көріп, көзімізге жас аламыз.
Біз бір адамның тағдыры үшін жер жүзінің прессаларын шулатып, ұранда ұстап көшеге шығамыз. Қылмыстының жазалауын талап етеміз. Өлім жазасына бұйырамыз. Ал тұтас бір нәсілдің, бірнеше халықтың құрып кетуі қай тілде суреттеп беруге болады? Халықтың өлтірушілерге адамға біткен санамен қандай жаза ойлап табуға болады, доктор Бейкер? Доктордың бұдан әрі тыңдауға шамасы жетпеді де, тағы да соқыр адамша сипалап жүріп кнопканы басты да қызметшісіне: «Сеньор полетелиді шығарып салыңыз», деді. Кекештеніп, содан кейін ол журналистің қалай қол беріп қоштасқанын, жайсыз әңгіме айтып көңіл күйін бұзғанын, кешірім сұрағанын, шығып бара жатып қалпағын түсіріп алғанын аңғарған жоқ. Есік баяу сықырлап сыртынан жабылғанда доктор есінен танды.